Егер сіз бүгін таңертең сау оянсаңыз, сіз бақытты жансыз. 1 миллион адамның өмірінің уақыты шектеулі. Тіпті бір аптаға жетпейді. Сіз ешқашан соғысты бастан өткізбесеңіз, түрмедегі жалғыздық пен ашаршылық сізге таныс болмаса, сіз осы әлемдегі 500 миллионнан астам адамнан бақыттысыз. Егер сіз ешқандай уайымсыз, қорқынышсыз мешітке бара алсаңыз, онда сіз 1,5 миллиард адамнан бақыттысыз. Егер сіздің тоңазытқыңызда тамақ болса, басыңызда баспана мен ұйықтайтын төсегіңіз болса, сіз осы әлемдегі адамдардың 75%-нан байсыз. Егер сіздің банк шотыңыз болса, әмияныңызда ақша және бірнеше жинақ болса, сіз осы әлемдегі бай адамдардың 8%-на жатасыз. Егер сіздің осыны тыңдауға мүмкіндігіңіз бар болса, сіз 3 есе бақытты болдыңыз. Себебі сыңғырлаған судың, шертіп жатқан домбыраның дауысын ести алсаңыз, жер планетасында 500 миллион адамның құлағы естімейді екен. Кезінде дана кісі былай айтыпты: саған ақша қажет емес деп жұмыс істе. Сені ешкім ренжітпегендей жақсы көр. Саған ешкім қарамағандай биле. Сені ешкім естімей тұрғандай ән айт. Сонда ғана жерде жұмақта жүргендей өмір сүре аласың. Каналымызға жазылып, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.